Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Бұл торттың атына заты сай, өте нәзік, дәмді торт болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалап, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық заттардың құрамын описание бөліміне жазып қалдырамын. Алдын ала дайындап алған жұмыртқамыздың үстіне шым-шым тұзды және қойытылған сүт, яғни сгущенканы қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қопсытқышымызды ұнға қосып, осы дайын болған массаның үстіне салатын боламыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп алыңыздар, сол кезде сіздердің қорждарыңыз бүлкілдек нәзік болып шығады. Осының барлығын миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Біздің тестамыз осылай дайын болады. Енді форма дайындайтын боламыз. Ол үшін пергаменттің бір шетіне қаламның көмегімен диаметрі 22 см болатын шеңбер сызып аламыз да, оны теріс айландырып, келесі бетіне қамырымыздан 2-3 ас қасық салып, осыны жұқа етіп жайып дайындап алатын боламын. Пешімізді алдын ала қыздырып алатын боламыз. Дайын болған қорждарды қызып тұрған пеште 7-8 минут қызартып пісіріп алатын боламын. Қоржымызды пешке жібергеннен кейін екінші дайындап алған пергамент қағазымызға 2-3 ас қасық қамырдан салып, осыны түгелімен жайып дайындап аламыз. Осылайша біздің тестамыз біткенше қорждарымызды түгелімен пісіріп алатын боламын. Осы дайындаған массадан 10-12 қорж шығады. Қорждарымыздың барлығы осылай пісіп шыққаннан кейін енді кремін дайындайтын боламыз. Сүзбелі ірімшіктің үстіне қант ұнтағын және өте салқын кілегейді құйып, осының барлығын миксердің көмегімен араластырып, бір қалыпты крем дайындап аламыз. Креміміз дайын болғаннан кейін тортты жинайтын боламыз. Жинайтын ыдыстарыңызға кішкене кремді жағып, оның үстіне қоржды қойып, енді үстіне кремді салып, оны шпательдің көмегімен жұқалап жағып шығатын боламыз. Осылайша барлық қорждарыңыз біткенше тортты жинайтын боламыз. Торттарыңыз түзу болып шықсын десеңіздер, металлический формаға салып жинасаңыздар да болады. Мен ол формасыз осылай жай ғана бір-бірінің үстіне қойып жинап шықтым. Соңғы қоржымызды қойып, қалған креммен осы тортты түгелімен қаптап шығатын боламыз. Бетін шпательдің көмегімен осылай түзулеп алып, енді тортымыздың сыртын әдемілейтін боламыз. Ол үшін бізге вафельный крошки керек. Оны кондитерлік дүкендерден сатып алсаңыздар болады. Осылай түгел сыртын осы вафельный крошкамен қаптап шығамыз. Тортымыз дайын болды. Енді бетін өздеріңіз қалаған жеміс-жидекпен немесе тәттілермен әсемдеп қойсаңыздар болады. Мен жай осындай қызыл қарақатпен әсемдеп шықтым. Тортымыз дайын болғаннан кейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қалдырсақ дұрыс болады. Сол кезде біздің креміміз толығымен сіңіп, тортыңыз нәзік, дәмді болып шығады. Міне достар, біздің молочная девочка тортымыз дайын болды. Өте нәзік, жасалу қиын емес, дәмді торт. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.